Маржан мен Сандуғаш екеуі кішкентай кездерінен бері бірге ойнап күліп өсіп келе жатыр. Сандуғаш Маржаннан 2 жасқа кіші болса да ерте есейіп, әрі ақылды, саналы қыз болғандықтан өз жасынан үлкендермен араласып жүреді. Сыныптастарымен емес, көбіне ұстаздарымен ересек адамдай қарым-қатынаста жүреді. Маржан болса аздап еркелігі бар, жеңіл жүрісті қыз. Оның бұл жүрісіне отбасындағы жағдайдың да әсері болса керекті. Басқан қадамын аңдап белгілі бір шекарадан шықпауын қадағалап, ұрсатын жерде ұрсып алатын әкесі мен ағасы өзге қалада вахтада жұмыс істейді. Анасы да күн көріс қамымен таңертеңнен кешке дейін жұмыста. Кейде түнгі ауысымда жұмыс істейтін кезі де болады. Бәрі де Маржанның ағасы Шыңғысты үйлендіру үшін тынбай жұмыс істеп қаржы жинауда. Сол себептен де Маржан қаржы жағынан қиналып қалғанның бәріне қол жеткізе алмай күйзеліске түсіп жүр. Маржан мен Сандуғаш аталас туысқан болып келеді. Әке-шешелері жиын тойда бас қосқанда ғана жүздеспесе, арнайы бірін-бірі іздеп араласқан емес. Анасы түнгі ауысымда түскен кезде үйде жалғыз қалудан қорыққан Маржан құрбысын үйіне түнеуге шақырып алушы еді. Анашым, Маржанның анасы түнгі кезекте екен, мені үйіне қонуға шақырып жатыр. Қызым, сол қыз маған ұнамай жүр. Оның үстіне ауылда ол жайлы түрлі қауесет тарауда. Бүкіл жігіт атаулы аңға шыққан аңшыдай соның үйінің маңында торуылдап жүреді деп естіп жатырмын. Ол қорқады ғой, қорықса үйге келіп қонсын. Әкең мен ағаңнан сен үшін сөгіс естігім келмейді, бармайсың дедім, бітті. Маржан, анам жібермей жатыр, сені біздің үйге келсін дейді. Жаным-ау, сенің кішкентай інің мен сіңілің сабақ оқуға мұрша бермейді ғой. Телефонды жеңгеме берші. Қазір анашым, сізбен Маржан сөйлесемін дейді. Тағы қандай желеу айтасыңдар? Берші кәне, не айтар екен? Сәлеметсіз бе, жеңге, қалайсыз? Жақсы қызым, өзің қалайсың? Ертең қорықсаң біздің үйге келіп қонақ бол. Бізде саған бөтен емеспіз ғой. Білемін ғой, бірақ ертең мектепте іс-шара болады. Әрі бітіруші сынып екенімді білесіз. Тапсыратын емтихандарым өте көп. Соған дайындық жасауым керек еді. Сіздің үйде кішкентайлар әбден жылап сіздің жүйкеңізді шығартып, менің кесірімнен жазықсыз балалар сізден таяқ жегенін төзе алмаймын. Өзімді ыңғайсыз сезінемін. Өтініш, осы жолы жіберіңізші, келесіде сіздің үйге қонамын. Жарайды, қалайда көндірудің амалын табасың ғой. Бірақ ескертем, көшеге шығып ырбыңдап жүргендеріңді естімейтін болайын. Жоға, оныңыз не? Оны қайдан шығардыңыз? Маған сенбейсіз бе? Мен бірер жасқа болса да үлкен әпкес емеспін бе? Жарайды жаным, қазір жіберемін. Индира қызы үйден шығып кеткенше ақылын айтып ұрсудан жалыққан жоқ. Қызым, туыс болған соң анасынан ұялғаннан ғана жіберіп отырмын. Мен сенің онымен жақын құрбы болғаныңды қаламаймын. Анашым, маған сенбейсіз бе? Саған сенгенім, мен оған сенбеймін. Қазанға жақын жүрсең қарасы жұғар деген сөз бар. Оның жанында жүріп жаман атқа ие болып болашағыңа кері әсерін болады деп қорқамын. Анашым, ол соншалықты жаман қыз емес қой. Жұрт айтса бекер айтпайды. Тура тұр, сен, жалғыз жібермеймін. Анашым, мен жас бала емеспін ғой. Жасым болса 16-да. Сәл күнде мектепті бітіріп басқа қалаға оқуға кетсем қайтесіз? Өзім жетіп аламын. Жоқ, ол мүлде басқа мәселе. Әрі сені басқа қалаға кім оқуға жібергелі жатыр? Әкең менің мойнымда жұлып алады. Әнің Мақсат сенімен бірге барады, ол да дайындалып отыр. Анашым, мен дайынмын. Мақсат балам, әпкеңе көз салып жүр, көшеге аттап шықпасын. Жарайды анашым, әпке, кеттік пе? Сандуғаш анасының бұл қылығына өкпелеп қабағы бөртіп үйден шығып кетті. Өйткені осы бауыры мен сіңілісіне қарап жуындырып, сабақтарын оқытып шаршаған, жалыққан қыз Маржанның үйіне де осы себептен қашқақтап, аздап миын тынықтырғысы келген. Бірақ анасы бір сөмке кітап дәптерді арқалаған Мақсатты қоса жіберді. Сандуғаштың қасына інісін ертіп келгені көрген Маржанның қабағы түйіліп, ашулана құрбысымен амандасты. Түріне қарасаң, мынаны неге ертіп келдің деп айта алмай тұрғанын бірден аңғаруға болады. Санду, ініңді неге ертіп жүрсің? Оның сабақ оқуына көмектесуім керек. Мен болмасам анам үй шаруасын жасап, бұларға қарауға мұршасы болмайды. Мақсат, сөмкеңді ашып кітаптарыңды ал, үй тапсырмасын орындаймыз. Сендер отыра беріңдер, мен қазір келемін. Сандуғаш анасының Маржанға сенбейтіні сол себептен де інісін қосып жібергенін Маржанға айтқан жоқ.
Негізі мінезі сондай тамаша жан. Біреудің ісін айтқан сөзін екінші адамға жеткізгенді мүлдем қаламайды. Өзгенің өміріне мұрнын тыққысы келмейді. Мінезі сондай көркем жан. Бірақ кіші болғанына қарамастан Маржанның інісі наразы болып ақыл айтып жөнге салатын кездері де болады. Әпкесі мен інісі екеуі сабақ орындап отырғанда Маржан душ қабылдап қысқа белдемше, кіндігі ашық жейде киіп, шашын әрлеп, бетін бояп, айна алдында 1 сағат өзімен өзі арпалысты. Санду, болдың ба? Жоқ, әлі біткен жоқпыз. Bir жаққа барасың ба? Дүкенге барып қайтайықшы, үйде нан бітіп қалыпты. Өзің барып қайта берсеңші. Әпке, мен де шаршап кеттім. Осы жазғанымда жетер. Көшедегі балалармен біраз ойнап қайтайыншы. Әне, көрдің бе? Ол әлі кішкентай бала емес пе? Ал сен оған бір топ кітап оқытып жатырсың. Баланың балалығын ұрлап тұрғаныңды білесің бе? Бала болып топ қуалап ойнамаса, балалық шақтың несі қызық? Жарайды, бар ойнай ғой, бірақ үстіңді былғап тастама. Жарайды әпке. Санду, жүрсеңші, бірге барып қайтайықшы. Жоқ, өзің бара бер. Кеш батқанда қыз баланың көшеде селтеңдеп жүргені жөн емес. Сенде бір дәу кемпірлер ұқсап сөйлегенді қойшы, жүрші енді. Түріңе қарасам дүкенге емес, кездесуге баратын секілдісің ғой. Қойшы, барсаң бар, бармасаң үндемей отыра берші. Бармаймын, өзің кете бер. Жарайды, өзің білесің. Маржан көшеге шығып кетті. Сандуғаш болса інісіне бас-көз болып артынан еріп отырды. Күн қызара ұясына батар шақта інісін көшеден ертіп келіп, жуындырып, ұйқысы келіп, бірақ қарны ашқанынан ұйықтай алмай ыңырсып жылап отырған бала бұл үйден берер ештеңе таппаған соң нанға кеткеніне 1 сағаттан асқан құрбысына ашулана бастады. Ары қарап, бері қарап, ақыры болмаған соң үйде бар заттан аздап тамақ істеп, ашытқысыз ас содасын қосып, қамыр илеп, бауырсақ пісірді. Інісінің қарны тойып терең ұйқыға кеткен кезде Маржан үйіне бірақ оралды. Нан ашытып пісіретін уақыт болды емес пе? Соншама жоқ болып кеткеніңе? Кешкі уақыт болған соң көп дүкенде нан жоқ, әрең іздеп таптым. Сен не тамақ істедің? Я, Мақсаттың қарны ашып жылап кетті, картоп қуырдым. Еш қарсылығың жоқ шығар? Жоқ, қалағаныңды жей бер. Қайта дұрыс болды, менің де қарным аш. Қазір үйге 1-2 сыныптасым келеді. Ертең концерт береміз, соған биге дайындалуымыз керек. Келсе келе берсін, оны неге маған айтып тұрсың? Бір сыныптас жігіт бар, өте әдемі, мектептегі жігіттердің алды. Барлық қыз соның артынан еріп жүреді. Маржан тағы бастадың ба? Жігіт ана мынау маған қызық емес, қаламаймын. Ондайды маған айтпашы. Осылай жүре бересің бе? Естуімше сенің де соңынан түскен жігіт көп көрінеді. Егер жанында сені қорғайтын арқа сүйер жігітің болса, өзгелер саған көз салмайтын болады. Жігіттің болмаса мына заманда жалғыз жүру өте қорқынышты. Әкесі өте бай адам, маған ақша, байлық мүлдем қызық емес. Оның бәрі де уақытша дүние. Жаным, мен сені өз сіңілімдей көретінімді жақсы білесің. Сенің болашағың үшін қатты алаңдаймын. Сен өте аңғал сөзге сенгіш ақ көңіл жансың. Сені алдап біреу-міреу торына түсіріп абыройыңды ойрандайма деп қорқамын. Ал мен адам ажырата аламын. Әсеттің өте адал қыздары қырындап мазасын алмайтын артық сөз, іс жасамайтын жігіт екеніне мен 100% кепілдік беремін. Маған жігітпен жүруге әлі ерте. Қазір тек оқуға көңіл бөлуім керек. Мен дәл қазір жүр демедім ғой. Бірінші танысып көр, сосын жүре бересің. Маржан құрбысын үгіттеп көндіре алмай отырғанда ысқырып жігіттер келіп тұрғандарынан белгі берді. Маржан дереу сыртқа атып шығып 2 қыз бен 3 жігітті үйіне кіргізді. Алды мен ас бөлмеге кіргізіп Сандуғаштың пісірген тағамдарын өзі дайындағандай мәз-мейрам болып мақтана оларға ұсынды. Олар болса дымын қалдырмай жеп алды. Содан кейін қонақ бөлмеге кіріп музыканы қосып билей бастады. Ас үйді жинап ыдыстарды жуып жүрген Сандуғаштың жанына ұзын бойлы сымбатты жігіт жақындап келді. Сәлем, сәлем. Тамағың өте дәмді болыпты. Тек аздап тұзы басымдау екен. Сол себепті шөлдеп тұрмын. Маған аздап су құйып бересің бе? Өзіңнің аяқ-қолың сау, бүтін емес пе? Өзің қалағанша құйып іше бер. Алғаш рет көрген адамға осылай дөрекі сөйлеуге болады ма екен? Менің уақытымды алмасаңыз дұрыс болар еді. Уақыттың тым қымбат екен. Не дейсіз, түсінбедім? Жоқ, ештеңе емес. Жарайды, суды өзім ағалайын. Жігіт шыны ыдысқа су құйып алды да орындыққа жайғасып Сандуғаштың әр қимылын бақылап отырды. Сандуғаш ыңғайсызданып, емін-еркін қозғала алмай, әрең тірлік істеп жүрді. Сіз неге сыныптастарыңызбен биге дайындалмайсыз? Менің жұбым жоқ, мүмкін сен маған жұп боларсың. Өтініш, шығып кетіңізші, мен жұмысымды аяқтап інімнің жанына баруым керек.
мына қатты дыбыстан оянып кетсе шошып қалуы мүмкін. Не деген пысық қыз едің, бәріне үлгеріп жүреді екенсің. Шығып кетесіз бе? Наздана бермесеңші, танысайық та. Егер шықпасаңыз, онда мен шығып кетейін, сау болыңыз. Тоқтасаңшы, қайда барасың? Менің сізбен босқа салғыласып тұратын уақытым жоқ. Жігіт есіктен шығып бара жатқан сандуғаштың қолынан өзіне қарай тартып қалды. Қайда асығып барасың? Наздануыңды шегі болады емес пе? Жіберіңіз мені, маған жоламаңыз. Жігіт сандуғаштың белінен қысып ұстап өзіне қарай тарта бастады. Есікті аяғымен теуіп жауып жарықты сөндірді. Сіздің есіңіз дұрыс па? Не істеп тұрсыз? Жіберіңіз мені. Айқайлап өзіңді шаршатпа. Мен сені көргелі бері қыпша беліңнен ұстап шиедей қып-қызыл ерніңнен бір сүюге қалай ынтық болғанымды білесің бе? Жібер мені, сені оңдырмаймын. Пақ шіркін, қорқып кеттім-ау. Саған ешкім көмектесе алмайды. Қорықпа, сенің арыңды таптамаймын. Тек ерніңнің бір сүйгізетін ғана ақы төледім. Арың соншалықты арзан емес болар. Не оттап кеттің? Жібер деймін. Қарсыласпай өзің берілсеңші. Тарт қолыңды, хайуан. Оңбаған әкем мен ағам сені өлтіреді. Маған дәл сенде оңай, олжаға түсе қоймайтын қыздар ұнайды. Қарсыласқан сайын ұнай түсудесің. Жігіт сандуғашты қабырғаға тақап ерінен сүйіп мойнынан иіскелей бастады. Қыздың көзінен ыстық жас тамшылары аға жөнелді. Еңгезерде жігітпен арпалысуға шамасы жетер емес. Құдайға жалбарынып көмектесуін сұрады. Бар білген сүрелерін оқып дауысы дірілдеп шарасыз күйгенді. Жігіт сандуғаштың төсіне қол салмақ болғанда мақсат кіріп келіп жарықты жағып қалды. Әпкесінің қиналып жылап тұрғанын көріп үстел үстіндегі тұрған пышақты алып, әпкесінің азаптап жатқан жігітке қарай жүгіре барып санына пышақ сұғып алды. Ой байлап жігіт жерге құлап кетті. Жас баланың қайбір күші бар дейсіз. Киімінен өтіп терісін тілгені болмаса аса қатты жарақат ала қоймаған жігіт қайта бойын тіркеп тұрып орнынан тұрды. Ей жүгірмек, сен не істедің? Осы ісің үшін жауап бересіңдер. Біз емес, мұны сен істеген ісің жауап бересің. Егер жауапқа тартқың келсе, мені емес, әпкеңді жауапқа тарт. Осының бәрін ұйымдастырып, сенің ерніңді сүйдіру үшін, денеңе қол тигіздіру үшін ақы алып отыр емес пе? Не айтып тұрсың? Маржан олай жасамайды. Жасағанда қалай жасасын? Сен ақымақ, оларды шынымен концертке дайындалып жатыр дейсің бе? Олар дәл мен секілді жігіттердің қолында қуыршақ болып тұр. Сенбесең өзің барып қара. Сандуғаш інісін басқа бөлмеге кіргізіп, өзі қонақ бөлмеге барып бірден жарықты қосып қалды. Әр бұрышта айналысып отырған қос жұпты көріп, өз көзіне өзі сене алмады. Маржанның жанына барып шапалақпен бетінен салып жіберді. Оңбаған жексұрын бәле, мен сені дос, құрбы, әпке санап жүрсем, сен не былықтырып жүрсің? Менің тәнімді саудалайтын сен кім едің? Әсет, сенің мұның не? Арамызда қалады деп келістік емес пе? Мен саған не үшін ақы төледім? Әдемі кездесу ұйымдастырып беремін дегенің қайда? Сен уәдеңе тұрып ерекше кеш ұйымдастырып бергеніңде, мен де уәдемде тұрып жақ ашпаушы едім. Жетер енді. Үніндеріңді өшіріңдер. Мен сендерге қуыршақпын ба? Алла тағала бәрін көріп тұр, естіп тұр. Сендерді Алла жолында салдым. Жазаларыңды бір Алла берер. Бүгін болғанның бәрін ұмытасыңдар, мен де ұмытамын. Егер де ертең жұрт шулап өсе кетері болса, мына бәріңді қылмыстық топ ретінде жауапқа тартқызамын. Мені жас ақымақ қыз деп ойлайсыңдар, қатты қателесесіңдер. Мына жерде тұрған жігіт атауынан садақа кеткір, оңбаған сүмелектер. Сендерге де әркімнің қолында қуыршақ болған, дәл өздеріңде малғындар арын таптаған әйел бұйыртсын. Сендердің де үйлеріңде қарындас әпкелерің бар емес пе? Мен ешкімге жамандық тілемеймін. Тіпті менің 7 жасар інім әпкесін қорғау үшін біреуді өлтіруге дайын болды. Ал егер сендер өз қарындасыңның немесе әпкеңнің ары тапталып жатқан жерінің үстінен түссеңдер, не істер едіңдер? Сен бәрін сатып аламын деп ойласаң қатты қателесесің. Егер шамам жетпесе, ар, ұят бәрін жиыстырып артымнан мыңдаған әйелді ертіп шеруге шығуға да батылым жетеді. Сондықтан да бүгін болғанның бәрі осы жерден тыста шықпасын. Маржан, енді менің сендей құрбым жоқ. Алла тағаладан алдағы уақытта сендей сатқын құрбыларды кезіктірмеуін сұраймын. Сандуғаш інісінің жанына барып жылап отырған бауырын құшақтап жұбатуға тырысты. Жаным, бауырым менің, сен қорықпа. Сен негізі дұрыс түсінбедің. Біз негізі көрініске дайындалып жатырған болатынбыз. Жаным, былай істейік. Сен бұл жайлы ешкімге ештеңе айтпа, жарайды ма? Әйтпесе әлгі жігітке пышақ тыққаның үшін сені полиция кетіп қалады. Полиция кетеді ме?
бірақ әпке ол жаман адам екен деп ойлап қалдым ғой. Жоқ, ол жаман адам емес, сен дұрыс түсінбедің. Айттым ғой саған, біз көрініске дайындалып жатырмыз. Жарайды онда, мені кешіріңіз, бірақ егер де біреу сізге жамандық жасаса, маған бәрібір, полиция алып кететінін білсем де, мен сізге жамандық жасаған адамды өлтіремін. Жаным менің, сенің барыңа шүкір. Сен болмасаң не етер едім? Есіңде болсын, ешкімге тыс жарма. Әйтпесе сені полиция алып кетсе, мен қайтемін? Ешкімге айтпаймын. Сандуғаш түні бойы көз ілмей, көзі жастан құрғамай, таңдарең атырып, таңертең ертемен інісін жетектеп мектепке кетіп қалды. Сабақ уақытында мазасы болмай отырған байқаған мұғалімдері қайта-қайта сұрақ қалса да ешбіріне үн қатпады. Маржан әр қоңырау сайын оны іздеп келіп жағдайынан хабар алып тұрды. Бұл оқиға сол күйі жабулы қазан күйінде қалды. Ешкім білген жоқ. Біреулер күдіктеніп қалмау үшін Сандуғаш Маржанмен мүлдем арақатынасын үзіп тастаған жоқ. Тек жиындарда бас қосқанда әпкесі ретінде ғана көрсетіні болмаса, сырлас мұңдас құрбылар емес. Осыдан 9 жыл бұрын осындай сұмдықты басынан өткізген басты кейіпкеріміз Сандуғаш бұл күнде сүйікті жар 3 бүлдіршіннің анасы. Сүйікті келін, үлгілі жеңге. Ал Маржан болса бірнеше күйеуден ажырасып келіп, әке-шешесін қара бет етіп отыр. Ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Әр жігітпен бір аймалысып үйренген Маржан тұрмыс құрса да бұл әдетін қоя алмай бір емес 3 күйеуден ажырасып ақыр соңы жезөкше болып жүр. Әсеттің де күйеуі бірнеше әйел алып, дәм-тұзы жараспай ажырасып жүр. Әр әйелдің етегінде баласы кетті. Не әйел жоқ, не бала жоқ. Алла тағала әрбірімізге бұл әңгімеден зұлым кейіпкерлердің ісін қайталамайтын, саналы да салиқалы, иманды ұрпақ, адал келін нәсіп етсін.